Риддерде осы айдың соңына дейін қауіпсіз теміржол жедел профилактикалық шарасы өтіп жатыр. Жедел профилактикалық шараны желілік полиция бөлімшесінің қызметкерлері Риддер станциясында өткізіп жатыр. Темір жолдағы қауіпсіздік өте өзекті тақырып. Өйткені жыл сайын темір жолдарда адамдар жарақаттанған және көз жұмған оқиғалар орын алып жатады. Ең кең тараған себебі жолды қысқартып, уақыт үнемдеу. Қызметкерлер ақылға салуды айтып отыр. 1 минуттарыңызды үнемдеймін деп, өміріңізбен қош айтысуыңызға болады. Небәрі бірнеше қарапайым ережені еске сақтап алған жөн. Темір жол жаяу жүргіншінің жолы емес. Темір жол ойынның орны емес. Темір жол жоғары қауіптілік аумағы. Ағымдағы жылдың 5-29 ақпан аралығында көліктегі полиция департаменті Риддер станциясындағы желілік полиция бөлімшесінің қызмет көрсету аумағында қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шаралары өткізілуде. Шараның басты мақсаты темір жолда жазатайым оқиғалардың алдын алу және жүк пойыздары, жолаушылар пойыздарының шұғыл тежеудің алдын алу болып табылады. Осыған орай Риддер станциясындағы желілік полиция бөлімшесінің қызметкерлері темір жолға жақын орналасқан тұрғындар мен темір жол қауіпті аймақ тақырыбында профилактикалық сипаттағы түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Ағымдағы жылдың басынан бері темір жолдан белгіленбеген жерден өткен үшін 30 азаматтарға қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 559 бабының 5 бөлігіне сәйкес хаттамалар толтырылды. Сонымен қатар Риддер станциясындағы желілік полиция бөлімшесі Риддер қаласының тұрғындарына темір жол қауіпті аймақ екендігін ескертеді. Және де осындай іс-шаралар ұдайы әр аптаның бейсенбі, жұма күндері Риддер станциясы желілік полиция бөлімшесі қызметкерлерімен жүргізіліп отырады. Тағы айта кететін, осы ақпан айының 5-29 аралығында браконьер, 5-13 ақпан аралығында қызметтік қару жедел профилактикалық іс-шаралар кешені өткізілуде. Қауіпсіздікті қамту әрі темір жол көліктері нысандарында жүріп тұру ережелерін түсіндіру мақсатында қауіпсіз темір жол жедел профилактикалық шарасы өткізілуде. Жадынамалар мен буклеттер дайындалып, оларды желілік полиция бөлімшесінің қызметкерлері тұрғындарға таратуда. Өкінішке орай, көптеген жасөспірімдер қауіпсіздіктің басты ережесінің бірін жолдан құлаққаппен өтуге болмайтынын елемейді. Естеріңізде болсын, темір жол жоғары қауіптілік аумағы.